Қайырлы күн достар, бүгін біз пирамида салатын әзірлейтін боламыз. Бұл салатты жасау өте оңай, бар болғаны 5 минут уақытыңызды алады. Өте керемет, дәмді салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті заттар: қызанақ, сыр, тұздалған қияр, чечил ірімшігі, колбаса және майонез. Ең алдымен тұздалған қиярды алып, 4 бұрышты пласт ретінде өте жіңішке қылып, дәл видеодағыдай турап шығамыз. Келесі колбасамызды турап аламыз. Енді сырды тура солай 4 бұрышты етіп турайық. Қызанағымызды тураймыз. Барлығын бірдей формаға келтіріп турау керек. Ал енді чечил ірімшігін қолымызбен осылай жіңішке етіп бөліп шығамыз. Міне чечил дайын болды. Чечилдің кішкене бөлігін алып, оны да салатымызға турап қосамыз. Енді үстіне майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Салатымызды саламыз. Үстіне осылай чечилімізді қойып қоямыз. Ал міне біздің пирамида салатымыз дайын болды. Өздеріңіз көргендей жасалу жолы қарапайым, тез әрі жылдам жасалатын салат. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ботафуд, астарыңыз дәмді болсын.